Қадірменді ағайын, құрметті алматылықтар, әріптестер, бүгін біз оралмандардың қалалық форумына жиналып отырмыз. Басқосуымыз президентіміздің Қазақстан әлеуметтік жаңғыртуы жалпы ортақ еңбек бағытына қарай 20 қадам атты бағдарламалық мақалаларға айтылған міндеттерді талқылап, оларды жүзеге асырудың жолдарын өздеріңізбен ақылдасу ретінде жиналып отырмыз. Тәуелсіздігімізді жариялап, егемен ел болған сәттен бастап президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен дүниеге тарыдай шашылған миллиондаған қандастарымыз елге орала бастады. Сол кезде түрлі экономикалық қиыншылықтармен бетпе-бет келген жас елдің әлеуметтік мәні зор, мұндай іске тәуекел еткен көптің таңданысын туғызғанын бәріміз жақсы білеміз. Жалпы әлемнің әр қиырын паналаған қандастарын елге шақырған мемлекеттер саналғаны өздеріңіз білесіздер. Атап айтсақ, ол Израиль және Германия елдері. Ресей болса бұл жұмысты енді ғана жаңадан жалғастырып жатыр. Әрине, осының ішінде біздің Қазақстанда бар. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның саяси экономикалық даму жолында нағыз заңдылықтармен байланыстырады. Дәл осы сәтте өзге елде жүріп, нарықтық қоғамның қыр-сырын жетік меңгерген қандастарымыздың елге оралуы тәуелсіз еліміздің экономикасына серпіліс әкелгені анық. Осылайша оралман ағайындар ата-қонысқа өздерімен бірге кәсіпкерлікте айналысудың әдіс-тәсілін ала келді. Көшіп келген қандастарымыз нарық қиыншылықтардың жергілікті халықпен бірдей бөлісіп, оны еңсеруге күш жұмсаған дауыс. Еліміздің түрлі салаларда жеткен жетістіктеріне оралмандардың қосқан үлесі зор екендігін атап өткен жөн. Әр саланың дамуына үлес қосып, өзіндік таныма қалдырғандары бүкпесіз ақиқат. Елбасы Қазақстанның әлеуметтік жаңғыруы жалпы ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам атты бағдарламалық мақаласында еңбек адамының абыройын арттыруға зор мән беріп отыр. Қандастарымыз қандай да бір әлеуметтік жеңілдікке ие болайын деп емес, ата-қонысымызға еңбек етіп, ортақ отанымыз Қазақстанның гүлденуіне үлес қосайық деген ізгі ниетпен келгені ол да шындық. Бүгінде шеттен келген қандастар еліміздің түрлі саласында өнерде, білім мен ғылымда, спортта, өндірісте, шағын және орта бизнесте, тағы басқа салаларда табысты еңбек етіп келеді. Елге ел қосуға құт деген дана халқымыз сөйтіп елімізді тәуелсіздік арқылы көп жеткізген ұлттық рухымызды көтерудің зор мүмкіндігі саналған ұлы көш бір сәтке құластырған емес. Осылайша 20-да ел халқының саны 1,5 миллион астам қандасымызбен толықты. Алматы қаласы өз кезеңінде 20 жыл ішінде ресми есептен алғанда 3.000-нан астам отбасына немесе 9.000-ға жуық оралман бауырларымызға қоныс болды. Өзге елден көшіп келген қандастарымызды жұмыспен қамту мәселесі бойынша елбасы Қазақстан халқына жолдауының негізгі әзірлеген жұмыспен қамту 2020 бағдарламасында сәйкес тұрғындарды, оның ішінде оралмандарды әлеуметтік жұмыс орындарына және жоғары оқу орындары, колледждер мен институттар жас тәрбиесіне жіберу бойынша бағдарламалар жүзеге асырылып келеді. Сондай-ақ оралмандарды қолдау бойынша арнайы орталық құрылды. Қалалық әкімдікте оралмандар емдеу бойынша комиссия жұмыс істеуде. Қадірлі қауым, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, Қазақстан дүниедегі әр қазақтың қастерлі қолбасшысы. Қазақстан әлемдегі барша қазақтың құтты қара шаңырағы. Ардақты бауырлар, еңбектеріңіз табысты, мақсаттарыңыз биік болсын дей отырып, бүгінгі форум жұмысына сәттілік пен жаңа жетістіктер тілеп рұқсат етіңіздер.